Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында номері 174 мектеп-гимназияда жол қозғалысы қауіпсіздігіне арналған Абайла балақай атты флешмоб өтті. Іс-шараның басты мақсаты оқушылардың жолда жүру мәдениетін қалыптастыру, өз өмірі мен айналасындағылардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға үйрету. Мың оқушы түрлі түсті киім киіп, жолда жүру ережелерін сахналап көрсетті. Апта бойы мектеп оқушылары мен түлектері әлеуметтік желіде ұстазыңды құттықта хэштегімен ұстаздарға арналған жылы лебіздер мен бейне құттықтаулар жарияланды. Оқушылар өз ұстаздарына ризашылықтарын шығармашылық түрде білдіріп, қысқа видеоларда өлең оқып, ән айтып, шынайы естеліктермен бөлісті. Кейбір жазбалар мыңдаған қаралым жинап, мектептің ресми парақшаларында да жарияланды. Бұл челлендж ұстаз еңбегінің қадірін сезінуге, шәкірт пен ұстаз арасындағы рухани байланысты нығайтуға бағытталды. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы нөмірі 214-ші жалпы білім беретін келешек мектебінде жас таланттарға арналған жаңа студия ашылды. Адал өнер деп аталатын бұл сынып болашақ актерлердің шығармашылық әлемге алғашқы қадамы. Салтанатты жиынға еліміздің мәдениет және өнер саласының майталмандары жиналды. Актерлер, режиссерлер және ұстаздар қауымы жас буынға рухани демеу көрсетіп, өнер жолындағы тәжірибелерімен бөлісті. Әрине жиі болып тұрған жақсы ғой. Кез келген оқушы өнер жолына барғысы келсе, осындай келген қонақтар арқылы өзіне керекті сұрақтың жауабын алады деп ойлаймын. Сондықтан мен кез келген жерде айтам, мектепке қонаққа шақырса мен міндетті түрде барамын деп. Өйткені біздің кезімізде бұндай мүмкіндіктер біздің кезімізде болған жоқ. Қызыл лента қиылған соң көрермендерге оқушылардың шағын сахналық қойылымдары мен би өнері ұсынылды. Жас актерлер өздерінің алғашқы қадамдарын сеніммен бастады. Өте бір керемет шара болды деп ойлаймын. Өйткені қазір жас ұрпаққа өнеге үлгі беру барысында өзіміздің жаңадан шығып жатқан, әсіресе танымал актерларымызды шақырып, осындай бір кеш ұйымдастырдық және өзіміздің мектебіміздің актерлық сыныбын ашып жатырмыз. Болашақта осы өткізген іс-шарамыздың пайдасы тиіп, осы мамандыққа қызығып жүрген біздің оқушыларымыз өте бір керемет нәтиже көрсетеді деген ойдамын. Адал өнер студиясы балалардың ішкі таланты мен сахна мәдениетін дамытатын жаңа алаң. Мұнда олар еркін сөйлеуді, сахнада өзін ұстауды және топпен жұмыс істеуді үйренеді. Абдрахман Қайрат, Сабира Якуб, Ерсұлтан Тоқан, Мерлі Қайсарқызы, Ұрпақ үні медиа, апта 174. Ұстаздар күні қарсаңында нөмірі 174-ші мектеп гимназиясында дәстүрге айналған ерекше жоба дублер күні өтті. Бұл күні жоғары сынып оқушылары мұғалімдер мен мектеп әкімшілігінің орнын уақытша алмастырып, өздерін жаңа қырынан сынап көреді. 500-ге жуық оқушы бастауыш сыныптарға сабақ беріп, директордың орынбасарлары, психолог, кітапханашы, тіпті күзетші мен вахтер қызметінде атқарды. Әр дублер өз рөлін жауапкершілікпен орындап, мектептің тыныс тіршілігін басқа қырынан таныды. Күннің басты мақсаты ұстаз еңбегінің қадірін түсіну, көзбасшылық пен жауапкершілік сезімін қалыптастыру. Оқушылар үшін бұл тек ойын емес, өмірлік тәжірибе болды. Барынша дайындалдық, тырыстық және осы сабақтарға бір апта бойы дайындалдық. Біздің негізгі мақсатымыз осы оқушыларға жақсы сабақ беріп шығу және менің негізгі арманым бұл мұғалім болу. Осы дублер күнінде біз барлығын жақсы атқарып жатырмыз деп ойлаймын және Оқушылар арасында медиа және цифрлық сауаттылықты арттыру мақсатында SimKids жобасы бойынша кездесу өтті. Кездесуде ата-аналарға интернеттегі қауіпсіздік, жасанды интеллекті дұрыс пайдалану, фейк жаңалықты ажырату және кибербуллингтің алдын алу тақырыптарында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Ата-аналар жаңа жобамен танысып, оң пікірлерін айтты.